Адам өмірі жайындағы нақыл сөздер. Барлық адам қателеседі, бірақ қателесудің ең жақсысы өз қателігін мойындап тәубеге келгені. Есіңде болсын, ауырлықсыз жеңіл де болмайды, жоғалтусыз табу болмайды, сабырсыз жеңіс болмайды. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын адам. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы адамдарды жөнімен таңдай білетін адам. Жақсы адам барлығын өзінен іздейді, ақымақ адам оларды басқадан іздейді. Көздің жасын сүрткенше сізді жылатқан адамды өміріңізден сүртіңіз. Сүйегі жоқ балық болмайтын сияқты кемшіліксіз адам болмайды. Сізді жақтырмайтын адамдарға назар аудармауға тырысыңыз. Себебі сізді жақтырмайтын адамдардың екі түрі болады: ақымақтар және қызғаншақтар. Ақымақтар бірнеше жылдан соң сізді жақсы көріп кетеді, ал қызғаншақтар сіздің артықшылығыңыз қандай екенін біле алмай іштен өледі. Адам ақылды болған сайын қарапайым келеді. Адамға бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес. Қамқор өмірлік жолдас, жайлы үй және сүйікті балалары болса жеткілікті. Бірақ көп адам осыны кеш түсінеді. Саған сенген адамдардан теріс айналма. Ақылды адам өзгенің кемшіліктеріне қарап, өз кемшіліктерінен арылады. Адасып барып, таласып талып, сосын ескірді. Адамның нағыз бақытты шағы сүймеген кезі ешкімді. Қыран құсты қыран етіп, аспанға самғататын екі қанаты болса, адамды адам етіп, қыран құстай самғататын арманы мен мақсаты. Адам бойындағы ең тамаша нәрселер білім мен ақыл. Негізі ең күшті адамдар сабырлы, салмақты адамдар. Сіз туралы жаман ойлайтындар әлсіз адамдар. Мықты адамдар сіз жайлы ойлауға уақыттары жоқ. Жүрегі сұлу адам ғана өзгелердің бойынан сұлулықты көре алады. Адам кеудесінен жаны шыққанша сенуді тоқтатпау керек. Есіңізден шығармаңыз. Әр адамның өз шындығы бар. Ол сіздікімен сәйкес келмеуі мүмкін. Адамның бәрі жұлдыз, бірақ жарқырап жану барлығының қолынан келмейді. Адам жақсыны арман етсе, өмірде бәрі де жақсы болмақ. Мен адамдардың аштығынан қорықпаймын. Мен адамдардың тоқтығынан қорқамын. Адам үшін үміт жанармай секілді. Үмітсіз ол өмір сүре алмайды. Адамның ең әлсіз тұсы оның бір сезімі. Адам өзінің кім екендігін жалғыз қалғанда ғана айқын сезіне алады. Өз өмірінің қызығы жоқ адамдар әдетте басқаның өміріне жағаласады. Адамды бағала, әйтпесе естеліктерді бағалайтын боласың. Түкке тұрғысыз нәрселерді жүрекке қабылдай беретін адам махаббатқа адал келеді. Адам барлығын керісінше істейді. Үлкен болғысы келеді, сосын балалық шағы туралы ойлап күрсінеді. Ақша үшін денсаулығын құртып, денсаулығын түзетуге үшін ақшасын құртады. Болашағы туралы асыға ойлап, қазіргі өмірін керек қылмайды. Сөйтіп, не қазіргі, не болашақ өмір жоқ күйде, ешқашан өлмейтіндей өмір сүріп, ешқашан өмір сүрмегендей өтіп кетеді. Адамдар біздің жақсылығымызды ұмытады, бірақ істеген қателіктерімізді мәңгілік есінде сақтайды. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты жоғары шүйіреді. Адамдарға сенің құрғақ сөзің емес, жасаған іс-әрекетің маңызды. Бақытты адам өткенге өкінбейтін, болашақтан қорықпайтын және біреудің өміріне араласпайтын адам. Барлық адамның өмірі бір жерде түйіседі. Құл да өледі, қожайын да өледі. Жүрегі таза адам ғана қиянатқа бармайды.